тұрған жоқ, бірақ өтейік, басты шарамызға. Бастаңдар жаным. Иә. Сонымен бүгінгі қатысып отқандарыңызға жалпы көптен көп рахмет. Сіздерді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Жалпы көп қатысушылар қандай кеш деп ойлап отырған шығар, қандай шара деп. Бұл жалпы бізде барлығыңыз білетіндей, енді бұл жерде көбісі студенттер шығар, қазір оқып жатырған. Алда емтихандар келе жатыр. Сол емтихан кезеңдерін бір кішкене жылы қарсы алайық, жақсы көңіл күймен қарсы алайық деген себеппен кішкене біздің, яғни университет тілімен айтқанда стресс-релиф деп аталады. Сол стресс-релиф болсын деп біз осындай шара ұйымдастырып отырған жайымыз бар. Және Мейрамгүл апайды таңдаған себебіміз бұл енді барлығы біледі, біздің университет түгел біледі, біздің студенттерге Қазақстан тарихы сабағынан сабақ беретін апай ретінде өте белгілі. Сондықтан барлығымыз сағынған болармыз деген үмітпен бүгінгі кешімізді бастайық. Сіздерді шынымен көріп отырғандарымызға өте қуаныштымыз. Мейрамгүл апай, көңіл күйіңіз қалай? Күшті ма? Жаңа басында переживать етіп отырғам, қазір кішкене басылды бәрі. Студенттеріңізді көріп, апайларды көріп, бір марқайып қалған шығарсыз. Өздеріңді көріп тұрасыз. Кішкене қобалжып отырем, басылған сияқтымын енді. Қобалжудың еш қажеті жоқ. Әдеттегідей барлығымыз бір университетте отырмыз, бір кабинетте отырмыз деп елестейік. Иә, сөйтейік рас. Айгерім айтып атқан, Айгерім кешірім өтінем, сөзіңді бөлдім. Жаңа Айгерім айтып атсың ғой, мынау емтихан сессиясының алдында кішкене андай стресс, андай қазір енді бір позитив эмоциялайық деп. Мен ойлаймын, ол тек қана студенттерге емес, ол мұғалімдерге, бізге де өте қажетті. То есть екі жақты үрдіс деп айтқым келеді бұны. Жарайды. Иә, түсінеміз, қазір жалпы онлайн болғаннан кейін мүлдем басқаша болып кетті жағдай, сондықтан енді әдеттегіден басқаша жағдай. Енді осы біз барлығымыз университеттің бір адамдары болғандықтан тақырыпты жалпы университеттің бір төңірегінде алғымыз келіп тұр. Жалпы бүгінгі тақырып ол не болмақ? Денсаулық, яғни менталды денсаулықты сақтау, яғни қай жағынан болсын, психологиялық жағдай денсаулықты қалай қалыпта ұстап тұру сияқты негізгі төңірек сол болмақ. Бірақ алдымен біз сізден бұрын сіз университет кезінде қандай студент болғаныңызды сұрағымыз келіп тұр. Қандай студент болдыңыз? Сендер қалай ойлайсыңдар, мен қандай студент болдым? Сендерге қояйыншы сол сұрақты. Сізбен айтып беріңдерші. Интерактив болсын, Айгера. Интерактив, так интерактив. Қандай деп ойлайсыңдар, мен қандай студент болдым? Қалай елестетесіңдер мені? Бұзық болдыңыз ба, апай? Ау? Бұзық болдыңыз ба? Сияқтан ба? Бұзық болған ғана көрдіңдер ма? Мен туралы пікір қандай? Менің ойымша жоқ, менің ойымша кез келген сынақ не болса да барлығына күліп қарайтын сондай бір студент болған сияқтысыз. Біз сияқты стрессовать етіп жүретін емес. Ол кезде қаншалық қарағанымды білмеймін, бірақ студент кез деген бір мәңгілік есте қалатын уақыт. Мен ойлаймын, қазіргі сендердің кездеріңдегі осы студенттік шақтарың, араласып жүрген достарың, әрбір емтихандағы сезінген эмоцияларың, бәрібір де сендердің өмірлік естеліктеріңде қалады. Сондықтан, Айгерім, сен жаңа маған сондай сұрақ қойып жатқан кезде де менің алдымда бір фрагмент өтіп кетті да, сол университетім, сол 5-ші этаж, Истфактағы, сол бәрі көз алдыма келді. Енді білмеймін, енді әйтеуір жақсы жаман емес, бір әйтеуір студент, бір орташа студент болдым деп ойлаймын. Сабақта мен енді тарих факультетінде оқыдым, кішкене кеңестік замандың басында оқыдым, мен енді екі дәуірді қамтып кеттім ғой. Сондықтан марксизм, ленинизм деген сол теорияға көміп бердім ауылдан келіп. Гүлтас апайларың білет, мен вообще мектеп бітіргеннен кейін артист болғым келген, әнші болғым келген. Бірақ үйдің іші артистің жолы ауырлау, ол енді жаңағы сен одан да тұрақты наныңды табатын қызмет, мамандықты таңда деп
не филфаққа бар, не истфаққа бар дегеннен кейін истфаққа барып оқуға түскен болатынмын. Бірақ сол орта мені баурап алып кетті. Мен бірінші жылдары кішкене былай қиналыңқырап жүрдім. Бірақ одан кейін жаңағы сол өзімнің студенттік достарым, маған сабақ берген менің мұғалімдерім, ұстаздарым, сол орта маған өте қатты әсерін тигізді. И мен тарих факультетін шындығында да үлкен бір сондай сезіммен аяқтадым деп айта аламын. Әлі күнге дейін өзімнің ұстаздарыммен байланыстамын, өзімнің студенттік достарыммен байланыстамын. Содан кейін университеттің сабақтарым да, мысалы, білмеймін, енді сендерде GPA-да 4 дейді ғой, менде дипломда 4 қана бар, қалған бәрі 5. Солай оқыдым. Сосын андай көркемөнерпаз жағына да араластым. Сол сендер сияқты клубтың да белсенді мүшесі болдым. И университеттің вокально-инструментальный ансамбль деп айтылатын ол кезде. ВИА дейді. Жанар апай білет. Сондай ансамбльде өлең айтып, университеттің звездасы болатынмын. Университеттің музейінде менің фотоларым бар. Егер Каргулге барсаңдар, көресіңдер. Күшті. Сондай. Қандай университет сонда? Қарағанды мемлекеттік университеті. Қарағанды қаласында Евния Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің тарих факультетін бітірдім. Күшті. Мейрамгүл апай, сөзіңіздің аузыңызда. Әйгерім, кешір. Осы сәтті қолданып Мейрамгүл апайға бір жақсы сұрақ сұрап алғым келеді. Давай. Бізде мен өзім Қарағанды тумасы болғандықтан, жалпы Букетов атында Қарағанды мемлекеттік университетін тәмамдаған, әлде оқып жатқан мен достарым көп. Сөйтіп олармен жаңағы әңгіме барысында, енді талқылағанда, университеттерді салыстырған кезде, олар былай айтады: сендерде Назарбаев университетінде әлеуметтік өмір керемет дамып кеткен, сендерге қаншама мүмкіндіктер жақсы жасалған. Бізде Қарағанды мемлекеттік университетінде ондай деген жоқ. Сондықтан біз ешқай жағынан дамымаймыз дейді. Енді мысалы сіздің әңгімеңізге құлақ аса отырып былай ойлаймын да, бұл жерде қаншалықты университет қабырғасында даму адамға байланысты және қаншалықты деңгейде университеттің жасаған жағдайына байланысты деген. Енді бір кішкене комплексті сұрақ. Аслан, мен өте қуаныштымын сенің Қарағандыдан екендігіңді естіп отырмын. Жерлесіп екенбіз ғой. Жершілдікке бөлініп кетті. Бұл жердегі мен ойлаймын, екі жақты үрдіс, Аслан. Әрине, Назарбаев университетіндегі студенттік өмірдің тірлігінің ағымы, Қарағанды университетіндегі тірлігінің ағымы. Мысалы, менің заманымда барлық орысша болды. Бірде бір қазақ топ группалары болмады. Сондықтан жаңағы қазақ студенттері өзіміздің Ақ желкен деген клубымызды құрып, мысалы, қазақша әндер, қазақша әдеби кештер университет бойынша сондай ұйымдастыратынбыз, сондай бағытта жұмыс жасадық. Бірақ университет бізде, Қарағанды университеті таза орысша болды. Бізде қазақ топтары болмады. Оқу үрдісін барлығын орысша оқыдым, орысша бітірдім. Кішкене ортамда орысшалау болды. Сол енді Алматыға аспирантураға түскеннен кейін барып қана кішкене қазақы нені жақсы меңгердім деп ойлаймын. Сол ортаға түстім, ғылыми ортаға, мәдени ортаға, зиялы ортаға деп. Бірақ шындығында да мен өзім соңғы университетте болдым. Қарағанды университеті мен онлайн семинар жылы. Сол кезде мен университеттің өмірін көрдім да, Аслан, сенің айтқан парадигманы көрдім. О жерде де клубтардың бар екендігін, студенттік өмірдің бар екендігін көрдім да. Бірақ кішкене маған әлі бір ағым жоқ сияқты болып көрінді. Сондай бір жаңаша бағыт, сондай бір жаңаша креатив жоқ сияқты болып көрініп қалды. Сол тек қана оркестр, би ансамблі деген бір нақты бағыттар бар. Мен ол кісілерге айттым, неге сіздерде француз клубы, Корея мәдениетінің клубы, жаңағыдай испан мәдениетінің клубы, тарих клубы. Бізде клубтар өте көп, студенттердің тірлігі өте саналуан деп. Сол университетке жетпей тұрған сияқты деп айттым. Шындығында да соңғы байқағаным сол болды біздің университеттен. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы студенттің қалыптасуына бұл екі жақты үрдіс. Бір жағынан студенттің өзінің жауапкершілігі, белсенділігі сол ықпал етсе, әрине екінші өте бір маңызды қыры сол университеттің сол студентке сол жағдайды жасап беруі, сондай мүмкіндікті ашып беруі.
сол кезде ғана ол өте сол тәрбие жұмысының, студенттің тірлігінің, оның тұлға болып қалыптасуының бір мәні осы үрдіске де байланысты. Қуантарлығы Назарбаев университетінде ол бар. Ол жүйелі, жан-жақты. Әрине ішінде әттеген-ай дегенде бір тұстары бар, оны айтуыма болады, бірақ жалпы негізгі ағым күшті біздің университетімізде. Аслан, жауабыңызды қабылдадым апай, көп рахмет. Мен Каргуде былай деп айттым өткенде. Мысалы, біздің Назарбаев университетінің студенттері мындай өте көптеген акциялар жасайды деді. Мысалы, жаңа қыс айларында балаларға, енді өздерің білесіңдер ғой, біздің әлеуметтік клубтардың жұмыстарын. Балаларға жаңа киім әпереді, балалар үйін қамқорлыққа алады, сосын ауылдың мектептеріне барып, тегін айлап барып, ағылшын тілінен сабақтар береді. Мысалы, жалпы қоғамның өміріне Назарбаев университетінің студенттері етене араласып жатыр. Ал сіздерде қалай сол жағы дегенде, тәрбие проректор айтты, өкінішке орай бізде олай жоқ екен. Біз енді 9 мамырда қарттарды барып құттықтаймыз, жаңағы балалар үйіне көмегімізді көрсетеміз, бірақ бір жүйелі тұрғыда сол жүзеге әлі сол онша қатты дамымай тұр деп оны айтып өтті олар. Соны еске алу керек екен, сосын біздің университетпен тікелей ынтымақтастықты дамытып, осы бағыттағы жұмыстарды жетілдіруге тырысамыз деп айтты ол кісілер. Иә, сондай жұмыстар. керемет жауап. Енді апай сізден жаңа сұрадық қой, студент кезіңізде өзіңіз қандай болдыңыз деп. Енді сіздің өзіңізден профессор ретінде сұрағымыз келіп тұр. Сізге жалпы қандай студенттер ұнайды? Яғни сіздің сабағыңызға қандай қарым-қатынаспен қарайлау керек? Курсқа деген қарым-қатынас қандай болу керек сіз үшін? Маған жалпы студенттердің барлығы ұнайды. Мен біздің университеттің студенттерін әрдайым сондай мақтанышпен айтып та жүрем, сондай күйде де жүрем. Балаларды өте жақсы көрем, креативті ойлай алатын, өзіндік бір ойлау еркіндік бір ойлау қабілеттері бар, креативті ойлау қабілеттері бар. Сол мықты ұнайды маған студенттердің бойындағы көп қасиеттер. Мысалы, біздің департаменттегі әріптестерім айтып отырады, біздің студенттер бір ұшқын сияқты. Бүйтіп жалындатып жіберсең, жаңағы жалындатып үлкен нәтижелер шығарады. Керемет біздің балалар үлкен жаңағыдай нәтиже көрсетеді, қызықты жұмыстар жасайды деген сияқты, енді сондай дүниелерді біз айтып отырамыз. Бұл біздің сондай балаларымыздың бір ерекше деп ойлаймын, енді осындай бір қабілеттерінің ерекше осындай білім деңгейімен келуі деп. Және өз басым, мысалы, студенттерді еш уақытта любимчик, не любимчик деп бөлмеймін. Студенттерді әрдайым қарайым, бір студент жақсы жазады, бір студент жақсы айтады, сөйлеп қалған студенттер бар, мысалы, ойын жүйелі жеткізілады. А бір студент бар, ол жеткізе алмайды, бірақ керемет жазып береді. Бір студент бар, керемет жақсы ұйықтағанды жақсы көреді. Оны да түсінем. Сондықтан жалпы студенттерге үлкен түсіністікпен қарауға тырысам. Және маған барлық студенттердің сондай керемет бір гиперактивный болғанда бір маңызды талап емес. Бірақ өз басым әр студентке бір бұлақтың көзі деп қараймын. Бұлақ көрсең көзін аш деген қазақта бір керемет әдемі ұғым бар ғой. Сондықтан әр баланың бойында өзіндік бір қасиеті бар, әр баланың өзіндік бір ерекшелігі бар, мінезінің ерекшелігі бар. Менің балаларым алдыма келген кезде 25-30 бала отырады, сонда әр қайсысын қарап отырам. Олардың отырыстарын, жүрістерін, сөйлеген сөздерін, жазған дүниелерін. Содан ақырындап менде бір 2-3 аптаның көлемінде бір танысу аптасы болады да, іштей, психологиялық тұрғыда. Одан кейін мен әр балама бейімделе бастаймын. Сабақтың барысында, сабақтан тыс, ана балаларды өздерің білесің ғой, менің сабағымда сендерді түрмектеп оятуға тырысам. Айгерім, сен қалай ойлайсың? Сен бұл жерде не айтасың деп. Сондықтан әр баланың бір өзіндік несін нетуге тырысам, ескеруге, мінезін ескеруге тырысам, түсіністікпен қараймын. Және кейбір балалардың бойындағы бір комплексті көріп қалсам, өз басым сол уақыт аралығында, бірге жұмыс істеп жатқан уақыт аралығында
сол комплекстің себебін түсінуге тырыссам. Ол жалпы мінезінен бе, әлде сол достармен жүрген қарым-қатынастан ба, әлде бұл бір отбасылық тірліктен бе, әлде бір болады ғой, бір андай безответная любовь деген көп жағдайда, бір сондай бір жауапсыз махаббаттан ба деген, сол бір нюанстарын білгеннен кейін, соған уже кішкене әсер етуге тырысам, и ол баламен жеке жұмыс жасай бастаймын. Оған бір кітап беремін, давай сен осыны оқып кел, екеуміз талқылайық. Оған бір историяларды айтамын, оған бір тапсырмалар беремін, жеке ол маған келеді, сөйтіп өзіміз жаңағы баланың бойындағы сондай бір өзіндік бір эмоционалды кедергілерін шешіп отыруға тырыссам. Жалпы студенттерге мүмкіндігінше былай түсіністікпен қарауға тырыссам. Сосын өздерің білесіңдер ғой, мен барлық балаларға бір батыр деп қараймын енді. Сендердің бір сенімділіктеріңді, сендердің бір бойларыңдағы бір күш-жігерліктеріңді арту үшін сабаққа келген сайын сендердің қолдарыңнан бәрі келеді. Бұл барлығын ақырындап, жүйелеп, дұрыстап жасасаңда, қолдарыңнан бәрі келді деп, әр сабақ сайын сендерге нетіп отырамандай, установка беріп отырам ғой. Әсіресе осы музыка тарих сабағына келген балаларға бірінші сабақта сұраймын, балалар неге келдіңдер бұл сабаққа деп. Сосын айтады, апа енді сол анау бір досым айтып еді, бір бүйтіп еді, сөйтіп еді. Сосын тағы да өлең айтады деп естідік, домбыра тартады деп естідік деп сөйтіп айтып жатады. Сосын мен айтамын, міндетті түрде өлең де айтамыз, домбыра да тартамыз. Аслан есіңде ма музыка тарихында? Сұлтан отыр осы жерде, Әсет отыр. Сондықтан жаңағы өлең айтпаған балаларға да бір өлеңнің тарихынан келтіріп, өлеңнің бір әдемі тұстарымен келтіріп, сол баланы оятып, сол әнге жеткізіп, соны айтқызып жіберу мен үшін өте маңызды. И сол балам сол әнді айтып тұрған кезде, сол әннің тарихын талдап тұрған кезде, оны әлемдік бір стильдермен, жанрлармен салыстырып тұрған кезде, мен үшін баламның оянғаны, баламның қызыққаны, баламның, значит, мен ойлаймын өзім, сол курсыма деген бір қызығушылықты туындатыра білдім ау деп, солай қарап отырам. 24 бала маған 24 әлем әр семестр сайын. Қазақстан тарихындағы 78-90 бала мен үшін 90 әлем. Мына онлайннан қазір кішкене нетіп отырмын, бір ойлап отырмын да, осы онлайннан, құдай-ай, осы балаларымды дұрыстап тани алдым ба, дұрыстап біле алдым ба, қазір жазған дүниелерін ғана оқып жатырмау, енді осы батырларды дұрыстап меңгере алдым ба, түсіне алдым ба деп, ішімнен өзіме сұрақтар қоямын қазір. Әр бала мен үшін тұлға, әр бала мен үшін тұлға, әр бала мен үшін өз алдына үлкен биік тұлға, болашағы бар, армандары бар, өзіндік мінезі бар, өзіндік потенциалы бар, өзіндік бір күш қуаты бар, тұлға деп қарастырам, әр қайсысын. Бірақ өзіндік. Кешіріңіз, осы орайда жаңа онлайн деп айтып қалдыңыз ғой, яғни аша алып жатырмын ба, студенттердің қыр-сырларын біле алып жатырмын ба деп. Сол жаңағы офлайнмен салыстырғанда, мысалы, студенттердің қаншалықты сізге қиын соғып жатыр, студенттерді жалпы көзқарасы қалай сабаққа деген, мысалы, біз жалпы енді көріп жүрміз ғой, біз сабаққа кірген кезде көп камераны қоспаймыз, себебі жаңағыдай күнде көріп жүрмеген соң тағы бір түрлі болады да, және қалай айтса болады, үйдегі жағдай шынымен басқаша. Сондықтан көбісі қаламайды, мысалы, камера қосып, барлығының алдарында қарап отырғандарын. Сол тұрғысынан сіздің көзқарасыңыз қандай, мысалы, студенттерге қандай жалпы кеңес бере аласыз? Иә, мен осы онлайн оқу жүйесі бойынша бір басында бір сондай немен қарадым, бір күмәнмен, қорқынышпен қалай болады екен деп, бірақ шын мәнісінде бұл маған өзіме бір не қойды. Мен өзімнің қаншалықты ұстаз екендігімді, қаншалықты мен өзімнің осы мамандықтың иесімін. Егер осындай онлайн форматқа көшсек, менің потенциалым осыған келе ма? И оны, мен қаншалықты оны көрсете алып жатырмын, и оны дамытуға қандай мүмкіндіктер бар деп мен өзіме, ең біріншісі өзіме планка қойдым, өзіме тапсырмалар қойдым, өзіме жаңа бір сондай мақсаттар қойдым, прям жазып қоям бәрін. Онлайн жүйесінің бір әттеген-ай дейтін тұстары, мен кампуста тұрам ғой балалар. Кер кезде офисқа барып, кітаптарды алам, бір қағаздарды алам. Сол кезде университеттің іші бос тұрады. Сол сөйтіп кетіп бара жатқан кезде бір жүрегім бүйтіп зың ете қалады. Құдай-ай, мына жерде қайнаған тірлік, студенттердің жүгірісі, бәрі бір сол жоқ болғандығы, бір осы маған шынын айтқан кезде
бір өзіме бір сондай эмоционалды тұрғыда әсер береді университеттің осылай. Кампустың іші, ана жерде футбол ойнап жатады балалар, мына жерде абыр-сабыр жүріп жатады, не бір махаббат группаларын көрем, сондай бір қайнаған тірлік болады осы кампустың іші. Қазір пусто, түк жоқ. Сондықтан сол бір әттеген-ай дейді. Ал енді нақты оқу үрдісіне келетін болсам, сабақтағы бір анау қарым-қатынас жетіспейді да мен үшін. Сол бір байланыс, бір эмоционалды байланыс, баламды көру, сол баламды есту, соны ояту, соны жандандыру, сол жағы мен үшін жетіспейді. Анау бетпе-бет жаңағы анау айтамыз ғой, живой деп анау жанды дауыспен айту деген сияқты, өлең айтқанда сол сияқты. Сол онлайн сабағында мен үшін бір жаңағы осы студенттерімнің өзін көру, өздерімен тілдесу, өздерімен әңгімелесу, бірге соны талқылау, бір қызу не, сол жетпейді. Әрине мен онлайн дебаттар ұйымдастыруға тырысам, ана секцияларға бөліп тастаймын, бүйтіп жаудырып тастаймын, бірақ сонда да бір ол анау аудиториядағы таласқа, аудиториядағы тартысқа маған сол жетпейді. Тарихта прям тартысып жататынбыз. Әбілхайыр Кенесары неге қазақ ауылдарын шапты, көріңдерші, Кенесары неге бүйтіп жазды. Сол бір өзі қан майдан болып кететін сабақтың өзінде. Онлайн талқылаған кезде бір спокойно талқылап өте салдық та, ойлап қоям, құдай аудиторияда болғанда ғой, біз мұны жандырып жіберер едік қой, мынаны түртіп, ананы түртіп, сен Кенесары қылып, сен ана жерде естеріңде ме, біреуіңді Әбілхайыр қылып ойнатып, біреуіңді анау кім Спиранский қылып, біреуіңді Тевкелев қылып, тарихқа экскурс не жасаушы едік қой, саяхат. Сол жетпейді, сол жағы жетіспейді осы онлайнда. И одан кейін тағы да ойлаймын да, мына осы жаңа өзің айтқан Әйгерім, қара экранмен жұмыс істегенде өте ауыр. Бір 5-6 студент қосылып отырады, оған айтасың, балалар қосылыңдаршы, құдай үшін сендерді осы фамилияларыңмен отырған, қара экранмен отырған, бір түрлі менің шабытым басылып қалады деп айтам балаларға. Соны балалар қоса бастайды. Сондықтан оған да түсіністікпен қарауға тырысам, өйткені әркімнің үй жағдайы, отбасы бар, әртүрлі интернеттің жаңағы несін мүмкіндігін айтып жатамыз, отбасылық жағдайды айтамыз, баланың эмоционалды жағдайын түсінуге тырысамыз. Сондықтан әрине ол барлығына түсіністікпен қарауға тырысып жатырмыз. Бірақ енді онлайн сабақтардың әрине өзіндік несі осындай бір проблемалары бар деп ойлаймын. Сосын мен өзім байқаймын, балалардан мысалы балаларға қараймын да, осы онлайн мен үшін, мен субъективті көзқарасым болуы мүмкін, балалардың бір белсенділіктерінде төмендеткен сияқты. Әрине жазба тапсырмаларын көп беріп жатырмыз. Мысалы Қазақстан тарихынан, музыка тарихынан балалар апта сайын дүниелер жазып жатыр. Апта сайын сабаққа қатыса алмай қалды ма, жазбаша тапсырма жазады. Апта сайын апталық есеп жазады. Үлкен жобалар жазып жатыр. Жазбайтын дүниелер жоқ. Өздері айтады, апай тіпті мүлде шыға алмай қалдық қой мынау деп. Ал бірақ сол бір баланың онлайндағы менің көзқарасымда жаңағы мынау, мен ойлаймын, біздің студенттерге жетіспей тұрғаны, егер кампуста жүрсе, университеттің ішінде жүрсе, сол достарымен өзара байланыста жүреді, сол әлемде жүреді, бір-бірімен шүйіркелесіп, бір-бірімен араласып, сөйтіп жүреді. Ал ол жоқ қазір сендерде, ол сол университеттің аурасы, сол оқу үрдісі, атмосфераны, баланы баурап, сол процеске алдырып кетеді. Үйдің тірлігінен сендер кішкене алыста боласыңдар да, и жаңағыдай, әрине күнде телефонмен достарыңмен сөйлесулерің мүмкін, бірақ бұл оқу үрдісіндегі қарым-қатынасқа жетпейді. Сондықтан өзім ойлаймын, сол достарынан алшақтап кеткені, сол университеттің оқу үрдісіндегі мынау атмосферадан алшақтап кеткені, үйдің ішіндегі тірлікпен өзара бүйтіп, міне бәрі бір-бірімен жаңағы үйлесіп жатқанның барлығы студенттің де білім жүйесіне өзінің әсерін тигізіп жатыр ау деп ойлаймын. Енді менің ойымша студенттің белсенділігі, осы семестрде ғана мен онлайн сабақ беріп жатырмын, өткен семестрде бермеп едім. Сондықтан осы семестрден түйгенім студенттің белсенділігін бір төмендеп кетті ау деп өзім ойладым. Өйткені расында да жаңағыдай айтып жатырмын ғой, сондай эмоционалды, психологиялық тұрғыда бір стресстер мүмкін балалар өтіп жатқан шығар деп. Сондықтан ол тек қана балаларға емес, және мұғалімдерге де. Сосын одан кейін тағы өзімнің кәсіби шеберлігіме байланысты қорқа онлайнға кіріскен кезде басында бұл қалай болады деп өзіміз қорқып бастадым өзім.
Бірақ біртіндеп үйрене келе музыка тарихында өлеңді де айтатын болдық, талқылайтын да болдық. Жаңағы басқа программаларды, компьютерлік басқа технологияларды меңгеру. Қазір уже кахутпен ешкімді нете алмайсың. Нете алмайсың енді, уже бәрі біледі. Сондықтан жаңаша технологияларды білдіріп, балалардың өзінен сұрап, давайте осыны жасап тастайық, мынаны бірге істеп тастайық деп, әйтеуір бір қайнаған үрдісті жасауға тырыстым, екі жақты болайық деп. Соның салдары өзіме де не болды, міне кәні өзім айттым, кәні көрсетші өзіңді, сен қаншалықты есіңе сақтайсың, қаншалықты сенің қолыңнан келеді деп, солардың барлығын үйренуге, меңгеруге енді тырысып жатқан жайым бар. Барлығын керемет бір біліп алдым, осы онлайн деп айтпаймын, бірақ сол ізденіс үстіндемін. Сол программалармен жұмыс жасап, студенттермен еңбек етіп жатырмын. Мен өте андай бір қуанышты, бір күшті сезімде отырмын, себебі яғни мұғалімдердің жалпы бір несі сол ғой, енді өздеріңіздің алдарыңызда бір міндеттемей ақ қояйын, қалай айтсам болады, бір жауапкершілікті сезінгеннен кейін сондай бір студенттердің жалпы белсенділігін арттыру деген сияқты бұл өте дұрыс нәрсе деп ойлаймын өзім. Себебі басқа, яғни техникалық сабақтарда мысалы өзім оқитындай ондай белсенділік бізді талап етпейді. Себебі барлығымыз тек лекция тыңдап қана кетеміз ғой. Ал мынандай қазақ тілі, яғни сондай бір сабақтардың өзіме ұнайтын жері осы, яғни бір талқылаулар болады, жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, өлең айтамыз деген сияқты. Бұл өте, менің ойымша, өте жақсы дүние студенттер үшін. Енді сізге тағы бір сұрақ, ол жаңа өзіңіз айтып кетіп жатсыз, яғни үй жағдайында мысалы әртүрлі мүмкін жағдайларды бастан кешіп жатқан шығар деп, оны шынымен біз байқап жүрміз, себебі яғни студенттермен бір-бірімізбен сөйлесеміз ғой, сол кезде яғни жаңа университет кампуста болған кезде біз үйдің тірліктерін, яғни басқа проблемаларды, мүлде мәселелерді ойланбаймыз да, біз тек қана өзіміздің атмосферамызда, өзіміздің айналамызда жүреміз. Ал үйге келгеннен кейін жаңа ағайындар бар деген сияқты, олардың да басқа мәселелері болады. Осындай бір үйдің ішіндегі бір жағдайлар болып жатыр студенттерде мысалы. Соның барлығы шынымен әсер етеді, және сабақпен бірге алып жүру ол қиын. Сондай-ақ жаңағы студент тек қана сабақ оқи бермейді, сондай-ақ қосымша жаңағы айналысатын спорты болу керек, тағы да басқа бір активити, яғни осындай клубтық шараларға қатысу керек деген сияқты белсенділіктері сол үшін төмендеп бара жатыр шынымен. Енді осы орайда сіз қандай кеңес берер едіңіз мысалы студенттерге өздерінің денсаулықтарын сақтауға? Тек студенттер емес, мысалы мұғалімдер, сіздерге де қай жағынан біз оңтайландыруымызға болады осы үрдісті? Айгерім, білесің бе, мынау жаңа айтып жатырмын ғой, көптеген студенттер қазір мысалы отбасында, үйдің тірлігінде, мүмкін сендер студент болып оқып жүрген кездеріңде мамаларың мен папаларың үйдегі көп жағдайда айта бермейді, мысалы, сендер жаңағыдай былайша айтқанда үйдің тірлігінен алшақтаусыңдар деп. Бірақ бұның бар ғой екінші қыры бар, Айгерім. Қазіргі таңда үйдің ішінде болғандарың, ата-аналарының жандарында болғаны, туыстарыңның жандарында болғаны да бұл шын мәнісінде мүмкіндік деп ойлаймын. Өйткені мысалы мектеп бітірдіңдер, университетке оқуға түстіңдер, жазда каникулға барасыңдар, семестрге қонақ болып үйге барасыңдар, қонақ болып қайтасыңдар. Одан кейін университетті бітіресіңдер, әрі қарай басқа да амбициозный жоспарларың бар, магистратураға түсесіңдер, докторантураға түсесіңдер. Енді Алла өзінің бәрінің өзінің сәтімен отбасын құрасыңдар, семья құрасыңдар, тұрмысқа шығасыңдар, балалы боласыңдар деген ғой енді. Соны айтайын дегенім, сендер по-любому үйден кішкене алшақтап кетесіңдер. Ал қазір мына жағдайда сендер папаларың мен мамаларыңның қасындасыңдар, бауырларыңның қасындасыңдар, туған туыстардың қасындасыңдар. Мүмкін осы жағдай сендерге осы отбасылық құндылық деген не екенін, одан сайын әкеңнің, шешеңнің қадірін, бауырыңның, атаңның, әжеңнің, туысыңның қадірін тағы да бір түсінуге, тағы да бір соны мүмкін нетуге, сіңіруге бойыңа сол мүмкін ықпал етеді деп ойлаймын. То есть бұл мүмкіндік балалар сендерге. Бұның барлығы өткінші дүние, өйткені сендер ертең әрі қарай оқула үйден бәрібір де шығып кетесіңдер. И бұлай тікелей уже папа мен мамамен байланыста болмайсыңдар. Ал қазір жанында болған жүрген кезде сол папаларыңа, мамаларыңа мейірімділіктеріңді, өздеріңнің балалық жүректеріңді, балалық сезімдеріңді білдірсеңдер,
папаларыңнан мамаларыңнан асқан бақытты жан болмайды. Сондықтан қазір осы мүмкіндікті пайдаланып, үйге тек қана шуақтарыңды, үйге тек қана мейірімдеріңді, махаббаттарыңды жайыңдар. Оларды түсінуге тырысыңдар, оларға өкпелемеңдер. Сонда ғана мен ойлаймын, сендерде бір психологиялық тұрғыда баланс болады. И ол мүмкіндік екенін біліңдер, что бұл сендерге қазіргі таңда берілген мүмкіндік деп. Рас мынау пандемия, елді жайлаған пандемия, біраз құндылықтардың бір қайта қаралуына, біраз құндылықтардың жаңағыдай қадірінің, қасиетінің өсуіне әкелді деп ойлаймын. Мысалы, өз басым жаңағыдай денсаулықтың қадірін біле бастадық. Жаңағыдай шын мәнісінде өзіңнің денсаулығың, отбасыңның, жанындағы ата-анаңның, үлкен ата-әжелеріңнің барлығының бір осы жаз айларында бір сондай бір үрдіс болып кеткен кезде бір кішкене бір ауыр болды да, Құдай қалай болып кетті бұл деп. Сондықтан әрине бұдан біз өзімізге міндетті түрде сабақ алуымыз керек. Егер бір жағы мысалы, отбасылық құндылықтың не екенін тағы да бір түсіну мүмкіндігі болатын болса, екіншісі осы жағдайда өз-өзіңді дамыту. Өз-өзіңді бір дамыту бағдарламасын жасау керек деп ойлаймын, әр студент. То есть өз-өзіңді, то есть дамыту деген бағдарлама, ол міндетті түрде әрине сенің денсаулығың, то есть сен жаңағыдай, әрине мүмкін сен тұратын университеттің ішінде болсақ, кішкене болса да мына жердегі спорт орталықтары бар, футбол несі бар, қыздарға би клубтары бар, фитнестар бар, мүмкіндік бар. Бірақ енді өздерің тұрып жатқан қалаларда да сондай мүмкіндік болса, соны бір приоритетке қойып, соған бару керек. А егер тіпті ондай болмай жатқан күннің өзінде жүгіру, жаңағы қазір сондай өздеріңе денсаулықты дамытатындай, өздеріңе ұнайтын, өздеріңе жақсы көретін спорттың түрлерімен айналысу деген міндетті түрде сондай нені қою керек деп ойлаймын, жаңағы денсаулықпен айналысу. Одан кейін екіншісі, мысалы, қазір сендерде сессия келе жатыр ғой, мен айтамда, мынау ұйқы мәселесі. Бізде студенттерше барлығын дедлайнға тіреп қоясыңдар, ең соңғы күні өліп тіріліп там, әйтеуір жазып, соңғы минуттарда тіркеп, соңғы минуттарда әйтеуір қып-қызыл болып, содан кейін уф деп анан жібергеннен кейін бір сондай күйге көшесіңдер. И получается, сендерде түні бойы ұйықтамайсыңдар, жаңағы күн мен түнді араластырып аласыңдар, жұмыс істеу қабілеттерің де төмендеп кетеді. Вот именно осындай сессияның алдында мен міндетті түрде сендерге апалық кеңес берер едім, ұйқы мәселесін. Шындығында да ұйқы ол адамға үлкен күш береді, қуат береді. Адам өзіне сондай жұмыс істеу қабілеті артады. Сондықтан расында да осы организмді жақсы ойлау керек, өздерінің күш қуаттарыңды ойлау керек. Қай уақытта менің жұмыс істеу қабілетім мықты, қай уақытта мен жазалам, қай уақытта менің жаңағы ең өнімділігім тиімді деген сияқты осы мәселеге өте назар аударар едім. Енді айтар едім, конечно, маманың қою қара шайы, ыстық бауырсағы деп, ол да немаловажно. Үйде жүргеннен кейін енді бұрынғыдай жатақханадағыдай емес. Сондықтан жаңағы ұйқы деп айтып жатырмын. Одан кейінгісі мынау уақытты үнемдеу, тайм менеджмент деген бар ғой. Мысалы, Гүлтас апай біледі, мен бұрыннан барлығын жоспарлап қоям. Күннің жұмысын, аптаның жұмысын, айдың жұмысын, 5 жылда мен мұндай результат көруім керек деп. Енді көп жағдайда бір бәрін орындап жатырмын деп айтпай қояйын, бірақ сол жұмысымды жоспарлай білгенімнен өзіндік кейбір кезде бір шаруаларым бір-біріне ұласпай аяқталып жатады. Сондықтан өздеріңе приоритет. Мысалы, осы күні осы сабақтың несін бітіруім керек, осы күні мына сабақтың дедлайнын бітіруім керек, мына күні мен music history'ді бітіруім керек, мына күні қазақ драманы бітіруім керек деген сияқты өздеріңнің әрбір пәндерге байланысты, оның дедлайнына байланысты бір четко апталық приоритеттік жоспар жасап қоюларың керек. Сонда ол бір-біріне ұласпай, бір-бірінің үстіне қосарланбай, сендерді шаршатпай, қиналдырмай, стресске түсірмей, солай жаңағыдай не жасалады. Сондықтан осы тайм менеджмент дегенді де ойлаймын, уақытты үнемді пайдалану, барлығын жүйелеп жоспарлау, бір-біріне бір шаруаны ұластырмау, уақытын барлығын уақытымен атқару. Бұл өте тиімді және өте нәтижесін беретін жұмыс. Және жоспарлаған уақытты мүмкіндігінше сол күні атқарып тастағандарыңыз өте ыңғайлы деп ойлаймын. И мен қазір тоже мысалы сендерді ойлаймын, балаларды бір жалғыздық проблемасында айтқым келеді да, әркім өзінің
несінде сияқты да қазір жаңағы наушникті киіп алады, күні түні компьютердің алдында отырады, мамасы мен папасы келіп тамақ іш дегенде барып тамақ іше салады, одан ұйықтайды, қайтадан компьютердің алдына отырады деген сияқты өзінің әлемінде, өзінің жаңағы несінде студентті мен солай көремін да қазір, сондай екендігін. Сондықтан бұл енді оқу үрдісіне барына жақсы, бірақ бұның да екінші қыры бар, бұның жаңағы сондай әлемге де толық кіріп кетпегендеріңді қалаймын да. Сондықтан жаңағы достарыңмен байланыс, ортамен байланыс, үйдің әлемінде сондай бір барлық жақта бір гармония болу керек. Күні түні компьютердің алдынан, қазір онлайн деп компьютердің алдынан шықпай кеттік қой, бірақ соның өзінде де өзіңе жеке спортыңа да, шай ішкеніңе де, ұйықтағаныңа да, досыңмен сөйлескеніңе де барлығын жүйелі уақыт тауып үнемді қолдана білу керек деп ойлаймын. Сонда ғана сенде ешқандай стресс та болмайды, ешқандай жаңағыдай не де болмайды, қабая деп бір переживать етпейтіндей болады деп ойлаймын өзім. Өзім сөйткеннен кейін. Сенде кеңес берер едім солай. Мына жерде чатта да жазып жатыр екен, примерно солай деп. Шынымен мен өзімде де көрген сияқты болдым, сіз айтып жатқанда. Бір әрбіріміз өз әлемімізде жүреміз, әйтеуір маған тиіспеңдер. Мен сабағымды оқуға кеттім деп. Осынша Айгерім, үйдің ішінде сендер туралы солай ойлайды. Ой, Айгерім сабақ оқып жатыр, тиіспеңдер. Айгерімге кедергі болмаңдар деп барлығы аяқтарының ұшымен жүреді. Сондықтан ол үйдің іші де сондай неге тәртіпке көшіп кетті да қазір. Бірақ соның өзінде де баланс таба білу керек. Сол әлемге кіріп кетіп келу жоқ. Потому что интернеттің ішінен көп жағдайда мүмкін өзіңді бір текке уақытыңды алып қоятын дүниелермен айналысып кетесің, бірінен кіріп біріне. Ол сондықтан сол жағына өз-өзіңе бір стоп-кран қоя білу керек деп ойлаймын да. Жаңа өз-өзіңді дамыту бағдарламасы деген сол спорт, жаңағы сабағың бар, жаңағы қарым-қатынасың бар, барлығына не таба білу керек деп ойлаймын. Өзінің бір уақытын, өзінің бір жаңағы несін, қолдану аясын. Мен сізбен толықтай келісем. Және бір нәрсе қосқым келіп тұр. Сіз жалпы мысалы йога, медитация деген практикаларға қалай қарайсыз? Сондай істермен айналысасыз ба өзіңіз қазір үйде? Мен енді бар ғой, керемет айналысам деп айтпай қояйын. Осы жерде Индия, Үндістан елшілігінен бір тренер келіп бізге йогадан сабақ берді. Соған қатыстым, 3 айдай болды. Йога сонымен аяқталды. Бірақ үйде қазір өзіме не сатып алдым, ана скандинавский палки дейді ғой. Сондай скандинавиялық жаңағы нелерді сатып алып, қазір сонымен жүретін болдым. Таңертең және кешке. Бірақ енді менің медитациям қандай балалар? Менің медитациям ол оп-оңай. Таңертең тұрған кезде шүкіршілігімді айтам, Аллам, осы рахмет, осы жарық күнді бергеніңе, осы ақыл есім түзу, аман есен, осылай аман есен тұрғаныма тәуба деймін. Күнімді сәтті ете көр, атқарған ісімнің берекесін бере көр деп өзіме медитация жасаймын. Төсекке кешке қарай жатқан кезде Аллам, осы түнімнің амандығын бере көр, жаңағы жақсылығын бере көр, түнімді тыныш ете көр деп сондай медитация жасаймын. Тіпті білесіңдер ме балалар, мен даже су ішіп отырған кезде де осы су бойыма жаңағы күш қуатын бере көр деп солай медитация жасаймын, наверное. Сол медитация деп атала ма? Қалай деп ойлайсың? Қазақша медитация деп аталады. Қазақша, по-казахски, короче. Аффирмация ол. Аффирмация сияқты. Сондаймен айналсам, ол уже менде автоматты түрде кетеді ол. Әйгерім, арасында бір антракты жасап, Мейрамгүл апайыңнан, оның шәкірттерінен ән сұрасақ қайтеді? Антракты жасап. Болады. Апай, қазір күте тұрыңыз, біздің мына бөліміміз, сұхбат бөліміміз бітейін деп қалды, осымен бітірем, мен кетем сосын. Ойнап айтам. Қазір бір сұхбатымызды бітіріп алайық. Жақсы, өте жақсы бір неде толқында келе жатырық деп ойлаймын. Енді бір соңғы сұрақ деп айтсам болады. Қазір енді өзіңізге көшейік жеке. Қазір үйде жалпы сіз көп уақытыңыз енді отбасыңызбен бірге бөлісудесіз ғой. Бұрынғыдай емес. Жалпы қандай, біріншіден қандай қиыншылықтар болып жатыр, екіншіден қандай бір ерекше естелігіңіз есте қалды? Осы карантинде мысалы барлығымыз үйде отырдық, түк істемей. Сол кездерде бір ерекше қалған естелігіңіз бар ма? Соны айта кетсеңіз. Менің бүкіл әлемім менің қызымда. Бағана Нұрасыл менен сұрап жатыр ғой.
апай қызыңыз қалай деп. Нұрасылдар кішкентай туған күнінен бастап біледі Альконтайды. Сондықтан менің кішкентай қызым бар, 5 жастар, Айғаным деген. Мысалы, осы онлайн неге дейін, осы жағдайға дейін, Айғанды таңертең 9-да садикке апарып тастаймын, кешке үйге келеміз, болды. Тамағын ішу керек, уақытымен ұйықтатып тастау керек дейтінмін. Баламның жаңағы балабақшадан келген кезде өлең жаттап келеді, жаңағы ертегі жаттап келеді, сонымен ғана шектелетінмін. Ал енді қазіргі таңда өзім сол жаңағы балабақшаның қызметкерінің жағдайына түстім да, мен ол кісілердің қызметін, қадірін білдім қазір. Өйткені баламен жұмыс жасаудың қаншалықты жауапкершілігі жоғары екенін көрдім. Сондықтан қазір бұл балам қалай өсіп жатыр, қандай тұлға болады, бойында қандай қабілеттері бар, қандай қасиеті бар, жаңағы баламның ішкі әлеміне үңіліп, оның бір қылықтарынан бір қорытынды жасап, сөйтіп, шынын айтқанда менің бүкіл отбасылық өмірімдегі осы жаңағы Айғаным өте маңызды рөл алады. Сосын және маған бүйтіп айтады ғой, мен күлдірем әріптестеріме. Күләндар естіп отыр осы жерде, Жанарлар, Меруерт, айтады ғой, апай, мұғалімдердің баласы деген супер болады, мұғалімдердің балалары деген керемет тәрбие алады деген сайын қорқа бастаймын. Ойбай, жауапкершілік өте жоғары ғой. Сондықтан мұғалімнің баласы болғаннан кейін жаңа қалай болады деп өзімде соған қатты нетем, алаңдаймын. Өйткенде жаңағы бәр сол тірлігім сол қызымның маңайында, шынымды айтсам. Сол абылай енді сол жаңа оның айтқан өлеңдері, оның айтқан тақпақтары, оның айтқан әңгімелері барлығы мен үшін естелік қызық. Рахмет жаным. Шынымен өте риза болып отырмын сіздің осындай әңгімелеріңізбен бізбен бөлісіп отырғандарыңызға. Студенттер де өздеріне деген керек маңызды ақпараттарды алды деген ойдамын. Сіздің жаңағы кеңестеріңізді бергенме өзім де сақтайтын боламын. Көптен көп рахмет. Енді апай айтпақшы, енді Гүлдіз апай айтпақшы, осы сұхбат бөліміміз бітті. Көптен көп рахмет менімен бірге сұхбаттасқаныңызға. Келесі бөлім енді ойындардан тұратын болады. Ол үшін мен басқа соорганизатор, яғни ұйымдастырушыларға сөз тізгінін беремін. Қазір біз осы әнмен байланысты активити жасайтын боламыз. Оған бізге Ақмырза көмектеседі. Ең бірінші, яғни осы әндерді тыңдаймыз. Сосын негізі жүйе былай ойластырылған. Бізге Мейрамгүл апай өте керемет, өзі өлеңдер таңдап берген. Сосын біз осы қазіргі заманның жастары тыңдайтын өзіміз өлеңдер таңдағанбыз. Сөйтіп, сол өлеңдерді бірге қалай айтамыз, табамыз. Яғни, апайдың бізге жасырған өлеңдерін біз табуымыз керек. Және осы біз тыңдайтын өлеңдерді біздің мынау апайларымыз, профессорларымыз табады және ол өлеңдерге жайлы пікірін айтады. Сөйтіп, арасында ән айтамыз бірге. Ақмырза? Иә, бастай берейік пе? Так, бірінші апайдың өлеңінен бастаймыз ғой, иә? Мен келем тау ішінде түнделетем аймақты күңіренді өлеңдетем астымдай ақ боз атым сылаң-сағым жалтақтап құлақтарын елеңдетіп ақ боз ат тау ішінде Сәкеннің әні. Иә, дұрыс. Студенттер подсказка болды онда. Таппасаңызшы. Неге? Мен де адамның студенттерге арнаймын. Студенттерге ма?
Кешірім өтінемін, болды. Сонымен Мейрамгүл апай неге осы өлеңді таңдадыңыз? Мен балаларға музыка тарих сабағынан осы жерде Сұлтан отыр. Сұлтан, қосылып отырсың ба? Иә, апай. Сұлтан айтса болады, мен мысалы дәстүрлі әндерде Сұлтан білет, музыка тарих сабағын алған балалар білет. Біз дәстүрлі әндердің мектептерімен талқылаймыз. Арқа мектебі, Сыр мектебі, Жетісу мектебі деп. Сондықтан мен әр мектептің әндерінен алдым. Өйткені әр мектептің өзіндік орындау ерекшелігі бар, өзіндік диапазоны бар, өзіндік жаңағыдай ерекше нелері бар, қасиеті бар. Сондықтан студенттер соны қалай қарайды екен деп. Бұл енді Сәкеннің тау ішіндесі, иә, жаңа Жанар апай дұрыс айтып жатыр, Арқа мектебінің әні. Иә, толығымен келісемін. Негізі басында бағана подсказка болған, иә? Өлең бастағанда тау ішінде деп басталды да. Тау ішінде деп, дұрыс айтасың. Ал енді келесі әнге көшсек. Арыс жағасы. Әніне де жетпедік, бірақ бір бала тапқан сияқты. Бұл Даниэль, иә? Даниэль. Даниэль. Иә, бұл Арыс жағасында. Енді Шәмші білесіздер ғой, ол қазақтың жаны, қазақтың бүкіл ән өнерінің шынында да керемет майталманы, өнерпазы. Сондықтан Шәмшінің әндерін білмейтін қазақ жоқ деп айтамыз. Сондықтан осы қазақтың біздің жастар Шәмшінің әндерін біле ме екен деп Шәмшінің бір әнін бердім. Апай, осы өлеңді көбісі білетін сияқты, бірге айтып көрсек қалай қарайсыз? Давайте кеттік, ал дұрыс айтасың. Жақсы. Так, басымызды. Ақмырза, және Өзіңнен Арыстың, ал кеттік. Баса берек, иә? апай бастаңыз. Давайте. Қазір мен қайтамын. Жанар апай. Өзіңмен арыстым, ойымда таныстым, айналып гүлдей көрдім сен, жаз еді күнде, қайдасың күнде, сен іздеп арманым, Birlikte çağrıladı, sizde bağrıladı, çağrıladı. Керемет. Ақмырза, негізі өлеңді айта бергеніміз дұрыс еді. Солай сияқты. Барлығының интернетте әртүрлі ұстағандықтан әрқайсысы өзінің естуі бойынша айтып жатыр екен. Ондеше келесі әнге... Домбырамен ән сұрасақ болады. Жанар апай домбырамен керемет айтады. Живая музыка. Менен сұрап отырсыздар ма? Иә. Әдемі жалғасып жатыр ғой, оны білдірмейік та. Соңында айтып бересіз ба, апай? Көреміз. Мына нені бұзбаңыздар, әдемі келе жатыр. Әдемі толқында, Әйгерім тілімен айтқанда. Келесі әнді қоя қояқ, Ақмырза. Қысны қорлан. Bir kız var maralda da korlayın, tabiat bergen
бұл да керемет ғашықтық ән. Қазақтың кең тараған әдемі лирикалық ғашықтық әні Құсни Қорлан. Естай Беркінбайұлының әні. Керемет ән. Бірден нетті таңдады. Сұлтан жазып жатыр, Естайдың әні дейді. Айнұр жазып жатыр. Бұл осы 2000 жылғы шыққан өлеңдер ма? Жоқ, Өлең ба? бұл халық әні, бұл дәстүрлі ән. Естайдың дәстүрлі әні. Бірақ бұл жаңағы өңделіп, осындай жаңағыдай кімнің Мадина Садуақасованың орындауында заманауи өңделіп айтылып тұрған нұсқасы. Өте әдемі екен. Әдемі ән, өте әдемі ән. Ғашықтық ән. Естайдың Құсниға ғашық болғаны. Келесі әнге көрсек. Бойы болған сөзі жылмаң, кімді көрсең мен сонан, битті бастым қатты састым, тұра аштым жалға жан. Хақы берген айтса көңгін, тіршілігізде елге жоқ, аққа тартқан жыңғып айтқан, ақыл айтқан пенде жоқ. Көрдің ғой, бірден жазып жатыр. Расында да мықты, бұл Абайдың әні. Абайдың әні бойы болған керемет ән. Біз енді көбінесе Абайдың әндерінен көзімнің қарасы, жел үстінде жарғай, айттым сәлем қаламқас, көбінесе осы әндерді тыңдаймыз ғой. Қазір осы Абайдың керемет осы әндері де жаңаша өңделіп, халыққа таралып жүр, жастарға, сіздерге. Қазір мынаны тыңдап көрсек. Бойы болған сөзі жылмаң, кімді көрсем мен сонан, бетті бастым қатты састым, тұра қаштым жалма жан. Өз ойында, тұл бойында, бәрмәні жоқ пендесі. Түзде мұрзаң, үйде сырдаң, сөзі қылжаң еркесі. Осы әндер барысында осы нұсқасына да тоқталғым келді, себебі әдемі жазылған сияқты. Жалпы осындай біраз жаңартылған ескі әндерді жаңартуға қалай қарайсыз? Бізде музыка тарих сабағы, қазақ музыка тарих сабағында осы жайлы біз көп әңгіме қозғаймыз, көп талқылаймыз. И осы бойы болғанның, осы соңғы қойған нұсқасында Сұлтан айтып бере алады, біз өткен сабақта ғана Абайдың әндеріне кавер жасадық, шығармашылық конкурс жұмыстарымыз болды. И дәстүрлі әнмен өңделген әнді талқылаймыз. Жалпы негізгі қазіргі таңдағы өңделген нұсқасы қандай деп. Өз басым екі нұсқаны да жақсы көрем. Өңделген нұсқасы әлдеқайда жастарға ұнайды. Міне бойы болғанды, мына екінші нұсқа сендерге қатты ұнап жатыр. Сондықтан заманауи заманның ағымына байланысты біздің дәстүрлі құндылығымыз, музыка құндылығымыз өңделіп, қазіргі жастарға жете білсе, соны сіңіре білсек, соны жақсы көре білсек, бұл нұр үстіне нұр ғой, мен оны өте қатты қолдаймын. Ал бірақ түп нұсқа вариантыда, нұсқасында ол орындалу керек, айтылу керек деп төлеймін. То есть екеуіне де мен жалпы қарсы емеспін. Жоқ, ән тек қана түп нұсқада болу керек, тек қана сол айтылу керек, өңделсе оның бүкіл үні, дауысы, табиғаты жойылады дегенде пікірлер бар. Бірақ өз басым мүмкіндігінше заман ағымына барлық дүние бейімделу керек деп ойлаймын да. И әсіресе осы дәстүрлі әнде. Келісем толығымен. Мен мысалға жаңағы осы өлеңді тыңдағанда, басында осы жастарға арналған тыңдасам, мен ескі түп нұсқасын тыңдауға деген біраз қызығушылығым туар еді. Сол жағынан дұрыс. Дұрыс айтасың. Ал енді келесі өлеңге көшсек, ол апайдың таңдаған соңғы әндердің бірі. Бұл туған жерден гүліп дейді, біріні құш
Saçlarından bir sen Желетсең гүл көбелектен көз ал. Жоқ. Кім жазбады? Ескендір Хасанғалиев па бұл? Дұрыс айтасыңдар, Ескендір Кім істейді? Ол Нұрғиса Тілендиевтің әні. Құстар. Ал енді апай, біздің сізге жасаған әндерімізді көрсек. Мырза, бұл Ескендір Хасанғалиевтің әні. Әдемі емес па? Әдемі. Онда мен соңғы ән емес екен ғой бұл. Иә, қателесіп қалдым. Сен соңғы әніне спойлер жасап жібердің. Иә, кешірім сұраймын. Так, бұл сонда 5 болды ма? Иә, дұрыс. Иә, осы әнді қалып тыңдау керек болатын бізде. Жарайды, онда апайдікіне көшейік. Апай? Қайсы не, Ақмырза, не жайлы? Біз қазір өзіміз таңдадық, енді оны сіз тапсаңыз. Енді бар ғой, мен барлығымыз... Мейрамгүл апай ғана емес, барлық профессор. Фотосы тұр ғой. Дауысын сәл азайтсам. Давай. Ал давайте деп қоятын. Жақсы. Мастыем. Шапалақты ұрып қаспен. Иә, тыңдайды екенсіз, Қайрат Нұртас. Бұл ән тыңдай Қайрат Нұртас па? Иә, Қайрат Нұртас айтады. Аргония көпірік айтады ғой. Иә. Иә. Дұрыс айтады. Сөзін тыңдап жіберейік. Тыңдайық па? Білмеймін, апайлар тыңдай нетсе. Мүмкін кейбір апайлар білмейді. Зейнеп апай іздеп тауып Сенуді ертегі махаббатқа бастап ет шеруіндей қарсы жүрек жаққа. Уақыт өткен сайын билегім мидың қатайып, астыңдайтын болды жүрек жайын. Айтуынша мейдің егер нағыз болсаң еркек, махаббат емес саған жанұя ұрпақ керек. Бірақ шын сезімсіз бәрі бекер деп сыбырлайды анда-санда жүрек. Енді біздің келесі жасырған әніміз. Негізі қызық сөзі енді басталатын еді. Басқасына өте берейік, уақыт алмай. Кеше ғана кездесіп, бүгін мәжбүр болдық қоштасуға. Кеше ғана жүздесіп, бүгін көңіл қайта сығуда. Тезірек оралшы, қайтейін жүрегім саған ғашық қалған. Не болды, қайсы дұрыс? Бұл Айгерім, сен тыңдаған ән, өзің айтып жүрсең. Дауысын өшір микрофон. Мархаба сәби, қап қайтейін деп аталатын ән. Заманауи жақсы әнші, сөздері өте керемет. Сөздері керемет болсын. Жақсы, келесі әнге көрсек. Сенен ғана бақытты сезімдім мен сені ғана. Тек жанымнан ақтама. Өзің ғана жанымды. Молданазар Ғалымжан. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл әншілер туралы не білесіз? Сізге стилі ұнай ма бұл кісінің? Көп адамдар айтып жатады. Бізде жаңағы жалпы, мысалы мынау жаңаша заманауи ағымдағы айтып жүрген әнші деп ойлаймын. Енді біз көбінесе көп жағдайда қазір той әндері туралы
айтамыз ғой, мысалы, той әндері көбейіп кетті біздің қазіргі заманауи музыкада деп. Бұл тұрғыда Ғалымжанның өзінің бір қолтаңбасы бар, жаңаша ағымда, жаңаша бір жанрды ұстап, сапалы музыканы әкелген тұлға деп ойлаймын. Сондай бір жігіттердің бірі, өнерпаздың бірі. Және бұл өзінің жаңаша стилі бар, өзінің мазмұны бар. Сондай өте ұнайды маған Ғалымжанның несі, репертуары да, өнері де. Сізбен толықтай келісеміз. Бәрімізді жақсы көреміз, Молданазар. Келесі әнге көрсек. Микаса, сукаса, компас тапаса, өзін тапаса, тек тура баса. Жақын аспан, кере жоқ наса, араласам, дос стресс қаса. Мама сөйтті, мама сөйтті, мама сөйтті, тәрбиелет мені, тасатса кетпе, уасат деп биктен, тақырыпта шепті, жүре бер деп. Танымал топтардың бірі Қазақстанда шулатқан талай. Біз бұл енді 91-ның жаңаша клипі, соңғы шыққан клипі, Сеньорита деген, кішкене испанский мотив бар, и күшті клипі да өте сапалы. Біз сабақта оны талқыладық. Заманауи музыкадағы жаңаша, Сұлтан барсың ғой, Сұлтан маған подсказка беріп жатыр. Апай, біз сабақта талқылағанбыз деп жазып жатыр. Рахмет, Сұлтан. Біз бұл клипті талқыладық. Вообще, біз сабақта клиптің сюжеті, мазмұны, орындау стилі, бәр клип, жаңаша клиптер талқыладық біз. Шыққан жаңаша клиптарды. Бірақ бұрынғы кезде клипта сюжетқа мән берсе, қазіргі кезде бір әдемілікке көбінесе мән беретін сияқты, Біз мысалы оқиға болатын ғой. Енді өзіндік бір сюжеттік мазмұны қандай болды, қандай стильдің әні, қандай мәтіні қандай, мәтінін талдаймыз, көркемдік стилі қандай, оның сондай қандай жанрда орындалып тұр, сапасын қараймыз клиптің. Спринг семестрде осы курсты бересіз бе, апай? Берем, аха, беремін. Оқушылар жиналып отыр, апай, сізге? Маған есі балалар келейін деп жатыр онда. Жақсы, енді біздің соңғы әнді қосып жіберейік. Мақта, орда. Әннің аты белгісіз. Қазір есіме түспей тұр, қазір әннің атын білем бұл әнді. Белгісіз жан, белгісіз жан. Дұрыс, Күлән, белгісіз жан. Дұрыс айтасың. Жүрегімнің тулап шығып, үріксік жұлмалады тамағымда. Қарақтып көздеріңе қарай бердім, қызығыз. Бұл группаның топтың, яғни тарихынан өтетін болсақ, кезінде адамдар да бұл топқа қарсы болыпты, яғни 91-дық не сияқты. Біраз ерекшеленгендігінен жалпы жақсы негізі әндер болсын. Біз енді орда тобын жақсы көреміз, жақсы әндері. Әдем әндері. Бағана Жанар апайдың дауысынан домбыраның дауысы шыққан сияқты болған. Жанар апай, домбырада ән айтып бересіз бе? Жанар апайға онда. Домбырастан бағы Қайзаман жаңа айтқан екен, ойбай деп футлерден домбырам шығарып жатсам, мына жақта звукты өшіріп өзім қалып қалдым ғой. Бәсе домбыраның дауысы шыққан. Өзінен бір ән сұрайық та, содан кейін негізгі кештің бүгінгі себепкері апай ғой. Апай, марымды бір айтып. Мен жаңа әңгіменің басында айтып кеттім ғой, мен бұрын артистка болам деп ойлап едім деп. Бірақ енді бар ғой, мынау уақыт өте келе адамның дауысы да біраз нетеді екен. Сондықтан әрине ол менің арманым болып қалды. Айтып берейін еді сонда да. Көп болды айтпағаныма.
Гүлтас апайдың бір жақсы көретін өлеңі бар, мен білем қай өлеңді күтіп отырғанын ол кісінің. Бәрі сол өлеңді маған бір өлеңді жаттап алса бір қоймай қояды дейді ғой, сол айтып едім сізге бір меншіктеп алыпсыз ғой деп. Жеке меншік. Иә, Гүлтас апай екеуміз осыдан бір 20 жыл бұрын ба, құдай енді айтпай қояйық, неше жыл екенін ойлап қаласыздар ғой мына кісілер қандай деп. Сонымен екеуміз машинада келе жатқан кезде осы ән орындалып жатыр екен. Содан Гүлтас айтты маған: Мира, сен осы әнді орындауың керек деп. Ой, жоқ, бұл ер адамның дауысы маған келмейді деп. Жоқ, Мира, сен осы өлеңді айтшы, саған келеді деп. Содан осы 30 жыл бұрын демей қойын, 20 жыл точно Гүлтас осы өлеңді айтып келе жатқаныма өзі репертуарды да бір өзгерту керек еді деп ойлап қоямын. Бұл өлеңнің атын Тұмарым деп айтып қойдық, бірақ енді точно Тұмарым емес. Аты Жанар қалай? Өзің даңсап, өзің даңсап. Өзің даңсап, өзің даңсап. Мына жерде бір ерекше айтқым келіп отыр. Менің Нұрасыл деген ботақаным отыр. Сонау Австралиядан қосылып жатыр Нұрасыл естіп. Сондықтан Нұрасылда ойлап отырмын, алыста елді сағынып, осы қазақ тілін сағынып, қазақтың әнін, осы біздің әңгімемізді сағынып бір мауқым басып жатыр. Сондықтан бір әнін тыңдасыншы деп. Ал енді ойлап жүрмін. Рахмет үлкен. Айтып берейін енді. Өзіңді аңсап өтеді көктем, өтер күз. Аңсаумен өткен өмірге мынау не дерміз? Көрсем деп шіркін іздеген мәңгі бір-бірін. Көк аспандағы ай менен күндей екенбіз. Жаным-ау менің жағама таққан тұмарсың. Жапанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың. Онарсың талай бір көрген жанға, онарсың. Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Көркемің сенің көрсем де жақсы өзгеден. Қиналдым соны айта алмай саған сөзбенен. Сен туған ауыл, ел жұртың неткен бақытты. Жүретін көріп күніге сені көзбенен. Жаным-ау менің жағама таққан, қалай еді, Құдай ашасып қалдым, тұмарсың. Жапанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың. Онарсың талай бір көрген жанға, онарсың. Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Онарсың талай бір көрген жанға, онарсың. Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Мен өлең айтатынды білгенде кішкене дайындалар едім, бір-екі рет әйтпесе айтпағаннан кейін даусым шықпай жатыр, кешірім өтінемін. Рахмет. Рахмет. Керемет апай, күшті орындадыңыз. Рахмет. Мен даусымды кішкене етуім керек еді. Апай, жұп болсын, жұп. Ал басталсыз. Енді Жанар дайындалып берсін, бір мынау не деген өлең бар, мен соны бір куплетін айтып берейін. Ана өлең айтам деп, енді қоймай қойып кейін өлең айтам. Махаббат туралы бір өлең бар, соны айтып берейін. Кім айтады? Мұздар тобы айтады, мүмкін білетін шығарсыңдар, бірге қосылып айтайық. Мұңаяды жаным бір өзіңді ойлаумен, елестетем сені дидарыңа тоймаумен. Жүрегімнің үнім... Ай, ұмытып қалдым. Қалай еді, Жанара? Бұны жігіттер айтпай ма? Жігіттер айтам әйтеуір. Жігіттер айтады сияқты. Ұмытып қалыппын сөзін. Өлең айтпаған емес сол, а? Мұзатқа, иә, дұрыс айтасыз. Ұмытып қалыппын өлеңін, сөзін ұмытып қалыппын. Қазір есіме түсіп айтам. Жанар апай айтып берсінші.
Ал давай, Жанара. Бізге кафедрада әрбір апай заслуженный артист, народный артист, өзіміз сондай лауазым беріп алғанбыз, бұл аттың бәрін Гүлтас апай берді деген. Бағанағы тұмарымды 20 жыл болды деп жүр ғой апай, сен осыны айтуың керек деп. Сол сияқты апай өзі апай мақтай бергенсін, мен жақсы айтамын ғой деп, коронный әніме айналған менің репертуарымда жүрек сезім деген ән. Жанар апай біздің керемет әнші болды. Жанар апай Қалай естіліп жатыр ма? Қол жетпес көріктарыма сезімге серік болған, сенбісің ақ қозам, айтыға келіп болған. Айтайын жүрек сезім, бағыма тілек сөзің. Ол жүрек сен іздейді, үнділеп жібек сезім. Айымда сен үндесің, жанымды тербейсің, күлімдесің. Бағымда сен, жанымда сен, сүймесем сені сәуле, олай сағынба сен. Арманым аңсатсаң Дай шықпай қалды дауыс. Жанардың дауысы кетіп қалды ғой деймін. Иә, дауыс шықпады. Жанар. Ойбай. Ноутбукке жақындау керек шығар кішкене. Бірде басылып кетті ау деймін. Бірдеме басылып кетті рас, аха. Жанар, даусың шықпай жатыр. Жанар, даусың естілмей жатыр. Жақын отыр. Мүлдем естіліп тұрған жоқ. Жанар, бізді естілмей қалды ау деймін. Естілмей қалды ау, аха. Естілмей тұр Жанар даусың. Әннің басы естілді, соңына таман естілмей кетті. Соңын өздеріңіз айтып алыңыздар деді ғой деймін. Бір тамаша болды бәрібірде. Біріміз сөзін ұмытып. Күшті болды. Түрлеріңді көріп, шәкірттерімізді көріп, бітіріп кеткен шәкірттерімізді көріп, бір тамаша болды. Керемет болды. Андай. Жанар, естілмей қалды жаным даусың. Біз сені естімей тұрмыз. Микрофоныңды қосылып тұр, бірақ естілмей тұр. Даусың алыстан шығып тұр кішкене. Алыс, ақырын шығып тұр. Аха, ақырын шығып тұр. Нәрсе, басшы бердің ау деймін, микрофонын. Микрофон өшіп қалды. Жоқ, шықпай жатыр. Қазір барлығымыз өшіріп Қазір бәріміз өшіріп тек Жанар апай қосылса микрофонмен. Может, кедергі жасалған. Жоқ, мәселе Жанардың өзінің микрофонында болып тұр ғой. Естіліп тұр, бірақ өте слабо естіліп тұр да. Андай жабылып тұрған сияқты бірдеңкемен. Иә, сол басып қалды микрофон. Жоқ, бас жағын естідік, керемет ән. Жақсы орындадыңыз. Домбыраны ұстамағаныңыз өтірік сияқты. Күнде ұстап жүрген адам сияқты. Шындығында да. Даусыңыз күшті екен. Бірақ Жанар апайдың дауысын естеттім, барлық концерттерінде апай міндетті түрде өлең айтып жүреді. Сондықтан естімейсіңдер деп ойлаймын. Әлде болса естисіңдер бұйыртса үлкен концерттерінде. Амандық болса. Перизат, өлең айтпағалы қанша заман ұмытып қаппыз өлеңдерді. Жазып қою керек екен бәрін. Мира апай, сіздің екінші әніңіз бар еді ғой.
Оны бар ғой, енді бастайын десем, қазір сөзін ұмытып қалам ба деп қорқып отырмын. Бірақ тағы бір айтып қояйын. Бірақ сөзін айтпаған. Апай, сөзін шығарып алмадыңыз ба? Ана ноутбуктен бір жағынан. Жарайды, сендер нетіңдер, мен шығарып алайын онда. Біз бағана суретті не үшін салдық? Қай суретті? Сурет салу керек еді ғой. Сол суретті салдыңыздар ма? Соны бізге жіберсеңіздер керемет болар еді. Бүгінгі күннің қонақтары деп салатын едік. Кез келген жолмен. Почта, Инстаграм, WhatsApp. Апайлар Гүлназ апайға жіберсе болады. WhatsApp-қа жіберсек жақсы болады сияқты, ыңғайлы. Иә, WhatsApp-тан жіберіңіздер. Мен мына жерге қазір номерімді қалдырып кетейін. Сол жаққа жіберіңіздер. Амандық болса әлі талай әндерді айтып береміз балалар. Әйтпесе әннің басын бастап, аяғын аяқтай алмағаннан кейін өз бір түрлі ұялып отырмыз. Сондықтан айыпқа бермаңдар. Расында да ол әр қайсымыздың жүрегіміздегі не ғой, ән күнделікті айта бермегеннен кейін өзі ақырындап ұмытып қалады екенсің. Енді ол шындай да өзіме сынақ болып отыр. Бірақ болашақта әндерімізді әрине былай ұмытпауға тырысамын. Енді көп жиі айтатын болдым енді әндерді үйде. Сондықтан өте қуаныштымын балалар. Жалпы Гүлназ маған осылай хабарласқан кезде таң қалдым. Сізбен кездесу ұйымдастырамыз дегенде мен ба деп ойлап қоям. Сондықтан осы жерде жалғыз мен емес, бүкіл Гүлтас басқарған, Жанара отыр, Күлән, Зейнеп, жаңа Меруерт, біздің бүкіл осы қазақ тілі департаментінің басқасында жүрген майталман ұстаз апайларымен бір ортақ кездесу болды деп ойлаймын. Шында да оқу семестрі аяқталып келе жатыр. Соңғы оқу аптасы амандық болса, енді осы оқу семестрін табысты аяқтап, жаңағыдай үлкен жетістіктер, жақсы табысты аяқтауларыңа тілектеспіз. Біздің департаменттің балалар атқарып жатқан миссиясы да өздерің түсініп жүрсіңдер ғой. Жалпы жоғары деп ойлаймын, өйткені қазақ тілін жаңа Даниал ма бір балам жазып жатыр. Апай, қазақ музыка тарихы бұл қазақ тілі ме, әлде Қазақстан тарихы ма деп сұрап жатыр. Сондықтан бұл әрине қазақ тілі сабағы, қазақ тілін музыка арқылы, әдебиет арқылы, драма арқылы, кино арқылы, сондай сан қырынан өту бұл біздің университетіміздің керемет мықты дәстүрі. Бұл дәстүрді Гүлтас апайларын қалап берді осы жерде. Қазақ тілін осындай жаңағыдай ұлтжандылықтың бір керемет көрінісі деп ойлаймын. Гүлтастың қазақ тілін осындай арнада көрсету деген бұл үлкен нәтижесін беріп жатқан дүние, және басқа да университеттерге үлгі боларлық дүние. Қазіргі мына заманда, пандемия заманда біз өзіміздің ұлттық болмысымызға, ұлттық құндылықтарымызға тағы да бір қарап, тағы да бір оны жаңғыртып дамытуға тікелей бір сондай қажеттілік туындап тұрған сияқты. Сол кезде біздің департаментіміздің балалардың бойындағы ұлтжандылықты, балалардың бойындағы бір осы ұлттық болмысты, құндылықтарды қалыптастырып, соны дамытуға тікелей ықпал етіп жатқан біздің департаментіміздің пәндері деп ойлаймын. Әрине, әр департаменттің өздерің алып жатқан әр мамандықтың орны өте жоғары. Ал енді осындай ұлттық бірегейлік тұрғысынан, ұлттық құндылық тұрғысынан тұлғалық болмысқа үлкен әсер етер дүние осы білім мазмұны деп ойлаймын, біздің департаменттің білім мазмұны. Сондықтан міне Гүлтас отыр, Жанар апайларың, Күлән апайларың, Жанар апай, Зейнеп апайларымыз барлығымыз осы мақсатта сіздер үшін еңбек етіп жатырмыз. Сіздер қалай ізденіп талпынып жатсаңыздар, біздің әр мұғалім де ізденіс талпыныс үстіндеміз. Онлайн сабақ сіздерге қаншалықты бір сынақ, бір өзіндік проблемалары, қиындықтар болып жатса да, біздің әріптестер де сондай толқыныста, сондай ізденісте, сондай процесте жүріп жатырмыз. Былайша айтқанда екі жақ үрдіс болып жатыр. Бір-бірімізден үйреніп, біз сіздерден үйреніп, барлығын меңгеріп, ұмтылып, тырысып жатырмыз. Бірі болып жатыр, бірі әлі болмай жатыр деген сияқты. Бірақ дегенмен де осы үрдістің, осы дүниенің бір мықты нәтижесі болатынына әрине сенеміз балалар. Сондықтан өздеріңді көргеніңізге өте қуаныштымыз. Не айтам, барлықтарыңа тек қана
үлкен жетістіктер тілеймін, табыстар тілеймін. Аман болыңдар. Или тағы да программа бар ма, Перизат? Апай, сіз өлең айтып беремін дедіңіз ғой жаңа. Ойбай, деп қояды деп, қайда? Мына шығарып алайын деген жоқсыз ба не? Жоқ. Жоқ. Айтасыз ба? Айтып берейін енді. Онда ашып беріңдерші маған. Ана қайсың, мен қазір өлеңетейін. Өзі көп өлеңін бір айтатындай айтайын. Қандай өлең айтқыңыз келіп тұр, апай? Қандай өлең айтқым емес, мен қазір бір өлеңді айтайын онда, не болса да. Сендер маған ренжіп қойдыңдар. Қазір кейін. Жоқ, апай, мен сізді қазір шығарып алайын деп айтып жатқан шығар деп ойлап қалдым. Жоқ, мен енді өлең айтпаймын деп жаңа ойладым ғой, дауыс жартысын, түсініп жартысын ұмытып қалғаннан кейін қой дедім, енді ұят болар деп. Мейрамгүл апай, қандай ән, может мен сөзін бөлсем, демонстрация экраны жасап. Сол мен де Давай онда. Қалай аты қандай дейді? Так, қазір. Давайте мына өлеңді бірге айтайық онда. Осы Досымжан Таңатаровтың соңғы бір өлеңі Ақ қуым ғой деймін. Бәріміз бірге айтайық, оңай айтылатын өлең екен. Міне мен несін шығарып қойдым, қазір мен сіздерге. Наушникпен айтқан дұрыс болады деймін. Бәріміз бірге айтатын болса. Айтылмай тұр ма? Жоқ, айтылады ғой, просто біз неден де шығады ғой. Ноутбуктың дауысы шығады, содан сіздің даусыңызбен қосып ары қарай кетеді да, сонымен. Отключил демонстрацию экрана дейді. Мен енді мына өлеңді айтып берейін. Бір өлеңді осы кеше ғана қызық көріп неттім да. Бірақ бұл өлеңді өзім айтқан жоқпын, бірақ айтып жүрген жоқпын. Бірінші рет айтайын деп жатырмын сендерге. Кеше ғана сөзін жазып алып едім. Тағдырым мынау таңдырды, сенсіз атырдым. Ұмытамын деп өршітіп алдым отымды. Жаным-ау, сен де келместі күтіп жүрмісің? Жас жүрегіме тұмар қып жазып атымды. Жетейін десем жете алмай жүрген жоқпын ба? Сүйкім дедің, періштедің, пәк едің. Аңсадым ғой, қайда жүрсің, әдем-ау, әдем-ау. Толқыттың мені, есіме түстің, тербедің. Алтыным менің, қадірін білмесен менің. Кешірші жаным, оралмас қайта көктемді. Кешірші мені, жоғалтқан өмір өрнегін. Жетейін десем жете алмай жүрген жоқпын ба? Сүйкім дедің, періштедің, пәк едің. Аңсадым ғой, қайда жүрсің, әдем-ау, әдем-ау. Ал енді осымен әншілігімді доғарайын. Бітті, басқа әрім жоқ. Рахмет сендерге. Барлығыңызға рахмет бүгінгі кешке белсене атсалысқандарыңыз үшін. Осы кафедраның профессорларына, мұғалімдеріне, біздің сүйікті жетекшіміз Гүлтас апайға, сосын Гүлназға бізге өте көп көмектесті осы ұйымдастырумен. Және де өзіміздің клубтың мүшелеріне, осы ұйымдастыруға жауапты балаларға үлкен рахмет. Файналға қарамастан келіп отқандарыңызға, алдағы файналға профессорларға да, оқушыларға да үлкен сәттілік, энергияларыңыз көп болсын. Алдағы басқосуларда жинала берейік. Перизат, мен бір ауыз айтайын. Апай айтыңыз, иә? Рахмет, алтындарым, өте көп рахмет. Мынау қазақта бір сөз бар, жаныңда жүр жақсы адам деген. Көрдіңдер ме балалар?
сендердің бұл ұстазды құрметтегендерің, ол бір Мейрамгүл апайларың арқылы бүкіл ұстазға құрмет көрсетілді. Бүкіл Мейрамгүлдің сөзі арқылы бүкіл ұстаздардың портреті ашылды. Олар не ойлайды? Олардың арманы не? Олардың тілегі не? Олар қатып қалған мұз ба? Жоқ әлде жайылып жатқан өзен бе? Яғни оларда да жан бар, оларда да жүрек бар, мұғалімдерде де. Олар да осы жалпы нағыз ұстаз балаларым, ол шәкірттерінің бақытын, қуанышын көбейткенде ғана нағыз ұстаз. Ал кейбір ұстаздар, ұстаз деуге болмайды ондай адамдарды. Тіпті мектепте менің немерелерім кейбір ұстаздары сондай қатты ауыр сөздер айтып, баланы сондай көргісі келмейді немерем ана мұғалімді. Соны енді Алматыға барсам сол мұғаліммен кездескім келеді. Сондай адамдар да болады балаларым, ондай адамды мұғалім деуге болмайды. Мұғалім деген баланың жүрегін ашып тұрып, соны көріп, соған қаншама энергия беретін адам ғана мұғалім. Мейрамгүл апайлары сондай жақсы мұғалім. Оның шынымен де Мейрамгүлдің әніне мен сонау заманнан бері ғашықпын. Мен үшін ол Роза Рымбаева да, Мақпал да Мейрамгүлдің қасында әнші емес. Өйткені шын айтам, оны тыңдағаннан кейін жаным рақаттанып, Мейрамгүл апайларыңнан көп нәрсе үйренуге болады балаларым. Бағанаға айтқан сөзінің бәрі рас. Шынымен де бір мынандай дәптерді аламыз да, екеуміз пойызбен Астанаға келе жатамыз. Сонда осындай дәптерді аламыз да, ал дейміз, отыра армандарымыздың бәрін жазатынбыз. Онда жаспыз ғой. Сондай армандарымыздың бәрін жазарымыз да, кейін тексереміз. Қайсы орындалды, қайсы орындалған жоқ деп. Сондай, солай Мейрамгүл апайларың өте талантты. Шынымен біз екеміз де КТЛ мұғалімдеріне лекция дәріс оқимыз. Мен әдебиеттен, қазақ тілден оқып шығам, Мейрамгүл келесі аудиторияда тарихтан оқып шығады. Сонда анау мұғалімдер, Атыраудан бастап Өскеменге дейінгі барлық КТЛ-дің мұғалімдері осыдан 20-25 жыл бұрын барлығы әшейін ара сияқты шығып алып, сондай жаңағы мұғалімдердің біздің дәрістерімізді қуанып, мақтанып айтып тұрады. Сонда мен Мейрамгүл үшін қуанатынмын, жандарым. Міне, өмірді солай сүріңдер, алтындарым. Бір-бірлеріңді ардақтай біліңдер, бір-бірлеріңді көтере біліңдер. Осы студенттік өмірдегі достарың ол қалады, жандарым. Егер бұдан кейін бұлай мұндай мүмкіндіктер болмайды, Америкаға барсаңдар, Нұрасыл сияқты Австралияда жүрсеңдер, мысал үшін, бірлі жарым ғана жүресіңдер де білмей қаласыңдар. Сондықтан, алтындарым, студенттерім, Гүлназ айналайын, көп рахмет, Мейрамгүл апайларыңмен кездестіріп, мені де кездестіргендерің үшін рахмет. Көрмейтін болдым, қайта осы Астанаға келгелі, Мейрамгүлді өте сирек көрем. Жылында бір қана көрем. Сондықтан барлықтарыңа сәттілік тілейміз. Біз сендерді бәріміз қолмен жақсы көреміз. Жанар апай, саған сізге де рахмет, айналайын, Жанар. Жүрегің ән салып тұрады. Тамаша мұғалімдер, Күлән апай қандай керемет. Зейнеп деген дүниенің, техниканың кілті, ол деген қажап мұғалім. Міне осында Жанар отырды, Байтелеева Жанар апайларың. Өзі бір түрі де әдемі, даусы да әдемі, сабағы да әдемі. Сондай жандар міне. Сондықтан мен кафедраның мұғалімдердің бәрімен мақтан алам. Бұлар менің жандарым, менің қолым, аяғым, көзім, басым бәрі. Рахмет көп-көп. Рахмет, Гүлтас апай, студенттерге жаңа сондай ұсыныс жасайын деп атқантымын. Енді мен жалпы мұндай кездесу дегенге шынымды айтсам, бірінші рет қатысып отырмын. Бірақ болашақта, егер мүмкін жатса, балаларым жерде Сарқытағай жазып жатыр Қадырбек. Біздің департаменттің әрбір апайымен, әрбір оқытушысымен осындай кездесулер болса, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Өйткені әр жеке өзіне қазына, өз алдына бір әлем қазына дүние. Әр мұғалімнен бір
кішкентай идея алып шықсаңдар да ол үлкен жетістік. Сондай ұсыныс сендерге. Иә, біз басынан солай ойлағанбыз. Әр мұғаліммен жеке осындай керемет кештер болады деп. Гүлназ айтқан бізге солай. Аумин, солай болсын. Рахмет сендерге, балалар. Ал енді сәтті. Рахмет сіздерге. Үлкен. Аман болыңдар. Көп рахмет сіздерге. Давайте. Ұйымдастырушыларға, апай сіздерге, сіздер дауыстарыңызды естіп күшті бір жақсы бір сезімге бөленіп қалдық. Көп рахмет. Алдағы уақытта Қазақ стейдж осындай форматтағы шаралар ұйымдастыратынына сенеміз. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Жақсы, үлкен рахмет. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, сәттілік. Нұрасыл Сау болыңыздар, рахмет. Рахмет сізге, рахмет. Мен кішкене сағым. Табыстар ең жаным сол, амандық болсын. Рахмет ба, Аслан. Давай енді. Ұстаздық жолың. Сіздерге көп рахмет. Гүлтас апай, Мейрамгүл апай, Жанар апай. Алған фотоларыңызды жіберіңіздер. Гүлтас апай, қойсын. Мына жақта адамдар келатыр. Қалайсыз апай, мен Пушкинмін ғой. Пушкин қайда? Пушкин. Қалайсыз? Гүлдас апай, Мейрамгүл апай деп атқанға мен. Қалайсың, Ботақан? Жақсы, өзіңіз қалай? Пушкин, қайдасың сен? Мен Алматыдамын қазір. Асланмен бірге жүрміз. Тамақ ішуге келеміз ғой бірге. Иә, біз бірге жүрміз. Жандарым сол. Жарайды апай, сосын жазамын сізге. Жазыңдар. Сау болыңыздар, жақсы. Жақсы алтындарым. Рахмет. Әйгерім, рахмет жаным. Перизат, Ақмырза, барлықтарың керемет өткізіңдер. Сіздерге рахмет, сау болыңыздар. Сізге рахмет, апайлар. Гүлназ, сізге рахмет. Рахмет сіздерге, иә. Гүлназ, сізге рахмет. Видеоны артынан жібере ме бәріне? Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.